Келавай, молодец. Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі влогта Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті паркіне баратын боламыз. Мінекей шықты. Мен 38-ші автобусты таңдадым. Себебі мен сіздерге мынау Сайын көшесін көрсеткім келеді. Мінекей біздің баратын уақытымыз 22 минут. Ендеше Алматыны аралайық.
Gel. Gel. Ол емес, мен қорқып жатқан сияқтымын ғой мынадан. Кел. 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 Келішке. Келе ғой, кел. Кел. Қазір біз мына жаңғақты беретін боламыз. Кел. 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 Молодец. Еще? Сейчас, подожди. Эй, иди сюда. Вот, держи. Молодец. Ке, молодец. Міне соңғысы қалды кішкентай, қазір тағы да беретін боламыз. Әзірге біреуін жеп жатыр.
мінекей түсті қарап тұр бізге. Кел. Кел. Ма. Қорқып тұр ол. Кел. Молодец, кел. Молодец, кел. Кел. Эй. Она нашла уже. Кел. Қорқпа. Кажется, жаңағы біздің емес. Кел. Кел. Ма. Вот. Бірдеңе іздеп жатыр, тауып алды. Кел. Вот, ма. Кел. Берем тағы да, кел. Түс, молодец, кел. Қорқпа, кел. Ма. Ол қорқып тұр бірақ. Мен оған берейінші өзі. Ма. Кел. Кажется, мынадай орешкалар жемейді екен. Только жаңа грек жаңғағы болды, соны жеді. Кел, қорқпа, кел. Бұндай жемейді екен, білмеймін неге екенін. Мынандай жаңғақ. Мінекей, көргендеріңіздей бұл жерде шашалар өте көп. Және де бұл жерде тиындар шашалуаны көп жүреді. Егер оларды тамақтандырғыңыз келсе, қолыңызбен өзіңіз бергіңіз келсе, онда үйіңізден грек жаңғағын, жалпы жаңғақтар алып келгендеріңіз дұрыс. Олар өте қатты жақсы көреді. Қорға да әрине, бірақ та қолыңыздан келіп жегені өте қызық. Gide.
Молодец, молодец. Молодец, молодец, молодец. Кел. Келевай, кел. Молодец. Кел. Кел. Қорқпа, келе ғой. Кел. Молодец, келе ғой. Қолым тістеп жатыр. Келе ғой. Молодец. Келе жатыр, жай. Келе. Қолымда ештеңе жоқ екенін біліп тұр. Кел. Ол толығымен келуге қорқады, сондықтан. Не бойся. Мені тістеп жатыр. Мінекей аспан күркіреп жатыр. Жаңбыр жауып кетуіне байланысты. Жалпы оған байланысты деп те айтпаймын, өйткені жалпы аралап шықты. Толық араламасақ та біраз бөлігін араладым. Тиындармен фото, видео жасадым. Әртүрлі ағаштарды, елкаларды, жаңағы таулардың көріністерін көрсеттім. Сонымен бүгінгі влогым аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қазір үйге қайтқан видеоны түсіретін боламын.